Балалар, бүгін біз қандай тақырып өттік? Кел балалар оқылып. Оны жазған кім екен балалар? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин кім болған? Ақын болған. Тағы болған? Мұғалім болған. Жазушы болған. Алғаш рет қандай өлең жазған екен? Кел балалар оқылып. Bir Allah'a sığınıp, kел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздеме ақталар. Сейса көйлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Сендерді Ыбырай Алтынсарин неге шақырған екен? Мектепке не үшін шақырады?